Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, нәзік, ерекше болып дайындалатын Америкада кеңінен танылған осындай капкейкелердің жасалу жолын ұсынамын. Ол үшін ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, 300 грамм қантымызды қосып, жақсылап көпіргенше араластырып аламыз. Енді 220 грамм сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. 330 грамм ұнымызға 1 қасық сода мен разрыхитель салып, араластырып дайындап алдым. Міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп қосқандарыңыз дұрыс. Енді 250 грамм қаймамыздың үстіне 7 грамм қызыл красителімізді қосып, араластырып дайындап, массамызға 3 бөліп салатын боламыз. Онда біздің тортымыз біркелкі жақсы араласып, көтеріліп, жақсы пісетін болады. Капкейкеміздің құрамына әртүрлі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мейіз, кепкен жидектер, жаңғақ, какао ұнтақтарын, ванилин сияқты қосымша тағамдарды қосуға болады. Алғаш Америкада таныла бастады, сосын Еуропаға әртүрлі жерлерде дайындалу тәсілдері әртүрлі болып қолданыла бастады. Дайындалу пропорциясы жағынан бисквиттерге ұқсас болып келеді. Қамыры осындай сұйық болып дайындалатын кекстерімізді енді бөліп салып алатын боламыз. Өзіме ыңғайлы болу үшін кондитер қапшығына салып, бәрін құйып шығатын боламын. Мен осындай қызыл түсін таңдап, қызыл капкейкелер шығарамын. Сіздер өздеріңіздің қалаған түстеріңізбен пісіріп алсаңыздар болады. Мінекей өте керемет болып пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылай ағаш таяқшамен тесіп, піскен, піспегенін тексеріп аласыздар. Піспесе сұйық болып шығады. Енді кремін дайындайтын боламыз. Креміне мен випакты пайдаланамын. Випакты 15 минут араластырсаңыздар, қою болып, дайын болып шығады. Креміміз дайын болды. Енді кондитер қапшығымызға салып, капкейкемізге әдемілеп, айналдырып жағып шығатын боламыз. Менің пайдаланып жатқан насадкам ең үлкен 9 размерлі насадка. Мінекей көздің жауын алатын, дастарханымыздың сәнін келтіретін өте дәмді капкейкелеріміз дайын болды. Тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.